Барлықтарына сәлем, менің атым Жансая, және бүгінгі видео 24 сағат тек дұрыс тамақтану деп аталады. Егер де сізге қызық болса, бастайық. Каналыма тіркелмесеңіздер, оны тіркеліп кетіңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар, ал ендеше бастайық. Және осындай форматтағы видео менің каналымда алғаш рет, ұнайды деген ойдамын. Сол үшін де лайк басуды ұмытпаңыздар. Итак, завтрак нам берет авокадо и жұмыртқа, әртүрлі специи. Дайын, енді осына наған салу керек еші. ChatGPT рахмет, рецепт өте дәмді. Овощидан. Ужинға салат. Осыны қолданамын, и оны тағы бөлеміз. Курица жетеді. Маринадталды. Осылай.
Итак, кішкене ақаулар болып қалды. Менде нормально. Қорып шықты, потому что жартысы қорылмаған, жартылай қормаған, жартылай піспеген болып шықты. Сосын көрейін. Тұз жоқ. Түрі өте аянышты көрінеді. Дайын. Бізде ужин. Легкий ужин. Bombastic side-eye. Курица болды и огурцы, помидор, авокадо болды, бірақ мен авокадо қоспадым. Дұрыс тамақтану да тәтті болады екен. Барлығы ChatGPT досым арқасында. Видеоны көргендеріңізге рахмет, ұнады деген ойдамын. Егер де өздеріңіздің ойларыңыз болса, видеоға қандай форматта видеоны көргендеріңізге рахмет, ұнады деген ойдамын. Және өздеріңіздің идеяларыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.